Сәлеметсіздер ме достар? Маған кішкене ғана адам жетіспей тұреді. Сол үшін тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, ренжімеймін, керісінше қатты қуанып қалам. Ал енді бүгінгі әңгіме қызық болады. Соңына дейін тыңдаңыздар. Менің атым Айнаш. Биыл 53-ке толдым. Бірақ ішімде кейде әлі де 25-тегі қыз сияқты сезімдер оянып кетеді. Өзім де түсінбей қалам. Осыдан 10 жыл бұрын күйеуім қайтыс болды. Содан бері өмірім бір қалыпқа түсіп кеткен сияқты. Таңертең тұрам, шай ішем, теледидар қосам. Бірақ қарап отырғаным есімде қалмайды. Кейде өзіме өзім сөйлеп кетем. Сосын бір сәтте тоқтап, Айнаш, қойшы, кіммен сөйлесіп отырсың? Деп өзімді өзім ұялтып алам. Балаларым ер жеткен, әр қайсысы өз өмірімен әлек. Маған, Анашка, өзіңізді күтіңіз дейді де, қайтадан жоқ болып кетеді. Ал менше, мен де күтіп жүрмін. Бірақ нақты нені өзім де білмеймін. Бір күні есік қағылды. Айнаш, ашшы, мен ғой, деген дауыс шықты. Дауысты бірден таныдым. Бұл менің үлкен әпкем Анар. Есікті ашсам, баяғыдай күлімдеп тұр. Жинал, сен алып кетем, деді бірден. Қайда? Дедім таңғалып. Ауылға, біраз бізбен тұр, жалғыз өзім жата бермей. Қойшы, мен ауылға барғанда не істеймін? Дедім. Не істейсің? Тірі адам сияқты өмір сүресің, деді. Сол сөзі маған қатты тиді, бірақ рас еді. Сөйтіп көп ойланбай, келесі күні бірге жолға шықтық. Ауылға жеткенде бірден көңілім ашылып кетті. Ауасы басқа, адамдардың өзі бір жылы. Үйге кіргенде жездем Талғат қарсы алды. «О, Айнаш келді ғой», деді күліп. Бірақ оның көзқарасы бір түрлі еді. Бұрынғыдай емес, бір түрлі. Ұзақ қарайды. Мен бірден байқап қалдым да, көзімді тайдырып әкеттім. «Қалайсың?» дедім. «Енді жақсы, сен келген соң», деді ол жай ғана. Мен іштей, «Ей, Талғат, сөзді де қызық айтасың екен», деп күліп қойдым. Бірақ жүрегім біртүрлі қозғалып кетті. Кешке дастархан басында отырдық. Анар ас құйып жүр, ал Талғат анда-санда маған қарап қояды. Мен ішінен, «Айнаш, тыныш отыр, өзіңе өзім проблема жасама», деп отырмын. Бірақ неге екенін білмеймін, көңілім біртүрлі. Түнде ұйықтайын десем, ұйқы жоқ. Біресе оңға, біресе солға алмай берем. 53-ке келіп, не болып бара жатырсың өзі? Деп өзімді ұрсып та қойдым. Бір кезде сырттан бір дыбыс естілді. Есіктің сықыры. Анар шығар, су ішкелі тұрған шығар, деп ойладым. Бірақ жүрегім тарс-тарс соға бастады. Баяу ғана орнымнан тұрдым. Есіктің тұтқасы ақырым қозғалды. Сол сәтте ішімнен тек Талғат болмаса екен, деп ойлап үлгердім. Бірақ есік жайлап ашылды. Мен демімді ішіме тартып, қимылдамай тұрып қалдым. «Айнаш, ұйықтамадың ба?» деген баяу дауыс естілді. Талғат? Ішімнен, ойпырмай, дәл осы адам керек еді түн ортасында, деп қойдым. «Жоқ, су ішкелтіредім», дедім. «Мен де», деді ол. Ішімнен, «Бүгін бәріміздің шөліміз бір уақытта қысып тұр екен ғой», деп күліп алдым. Ас үйге қарай жүре бердім, бірақ оның артынан келе жатқанын анық сезіп тұрмын. Түн тыныш, бәрі ұйықтап жатыр, ал біз екеуміз ғана су ішіп жүрген адамдар. Стаканға су құйып тұрмын, қолым сәл дірілдеп кетті. «Қолым тоңып тұр ма?» деді ол жақындап. «Жоқ, жай ғана, суық су ғой», дедім сылтау тауып. Ол тағы бір қадам жақындады. Тым жақын. Жүрегім бірден жылдам соға бастады. Ал ішкі дауысы, «Айнаш, тоқта, бұл дұрыс емес», деп сыбырлады. Бірақ ішімнен өзімді жұбатып, «Қойшы, жай ғана тұрмыз ғой, ешкім ештеме істеп жатқан жоқ, әзірге», дедім. «Сен бұрында осындай едің», деді ол кенет. «Қандай?» дедім. «Сыр бермейтін, бірақ бәрін сезіп тұратын». Мен бірден күліп жібердім. «Қойшы, психолог болып кеткенсің бе?» Ол да жымиып қойды. «Жоқ, жай байқап тұрмын», ішімнен. «Әй, байқамай-ақ қойсаңшы, тыныш жүрейік деп отырмын». Бір сәтке екеуміз үндемей қалдық. Тек сағаттың тықылы естіледі. Сосын ол баяу ғана, «Айнаш, сен бақыттысың ба?» деп сұрады. Ішімнен, түннің ортасында қандай сұрақ қойып тұр? Күндіз сұраса болмай ма? Деп ойлап қалдым.
Әдеттегідей, дедім. Ол басын изеді, бірақ көзін менен алмады. Сол көзқарас ұзаққа созылып кеткендей болды. Кенет аяқ дыбысы естілді. Екеуміз де селк ете қалдық. Кім? Дедім сыбырлап. Анар, деді ол. Ішімнен Құдай сақтады, деп терең дем алып қойдым. Бірақ неге екенін білмеймін. Ішімде біртүрлі тағы да сөйлескім келіп тұр еді, деген ой жылт етті. Біз тез-тез екі жаққа тарадық. Мен бөлмеме кіріп, есікті жауып алдым. Арқамды тіреп тұрып қалдым. Жүрегім әлі тынышталмайды. Ал ішкі дауысы: Айнаш, сенің бұл су ішуің әлі біраз жалғасатын сияқты, деп сыбырлады. Таң атты. Көзімді аштым. Бірақ бірден тұрғым келмеді. Ішімнен кеше не болды өзі, деп жатып қалдым. Бір жағынан ештеңе болған жоқ, бірақ бір жағынан тым көп нәрсе болған сияқты. Ас үйден ыдыс аяқтың дыбысы естілді. Айнаш, тұрдың ба? Деді Анар. Иә, тұрдым, дедім. Бірақ әлі төсектем. Ішімнен тұрдым дегенмен жаным әлі ойланып жатыр. Сәлден кейін тұрып, бетімді жуып, ас үйге кірдім. Анар әдеттегідей шай құйып жүр. Жақсы ұйықтадың ба? Деді. Мен бір сәтке тоқтап қалдым. Ішімнен енді не деп жауап берем? Жақсы ма, жоқ па? Иә, жаман емес, дедім қысқа ғана. Сол кезде Талғат кіріп келді. Қайырлы таң, деді жай ғана. Бірақ көзі кеше түндегідей тура қарап тұр. Ішімнен таңертеңде басталды ма? деп қойдым. Қайырлы таң, дедім сабырлы түрде. Анар ештеңе байқамағандай өз тірлігімен жүр. Ал біз біртүрлі тыныш. Бірақ сол тыныштықтың өзі бәрін айтып тұрғандай. Шай ішіп отырмыз. Талғат анда-санда. Айнаш, нан алшы. Айнаш, шай ұясың ба? Деп мені ғана шақыра береді. Ішімнен: Ей, үйде тағы бір адам бар ғой, бәрін маған істетіп қойдың ғой. деп күліп отырмын, бірақ сыртқа білдірмеймін. Анар бір кезде: Бүгін базарға барып келем, деді. Мен бірден: Мен де барайын, дедім. Ішімнен: Жалғыз қалмайық, қауіпсіз болсын. Бірақ Талғат бірден: Жоқ, сен демала бер, кеше жолдан шаршадың, деді. Мен ішімнен ойпырмай: Демал деген жақсы ма, әлде басқа ой бар ма? Анар ойланып: Иә, дұрыс айтады, сен үйде бола бер, деді. Болды, шешілді. Бір кезде Анар жиналып шығып кетті. Есік жабылды. Үй іші тыныш. Өте тыныш. Ішімнен: Айнаш, енді не істейсің? Мен залда отырғандай болып, теледидарды қосып қойдым. Бірақ қарап отырғаным жоқ. Құлағым ас үй жақта. Талғаттың қадамын күтіп отырғандаймын. Бір кезде аяқ дыбысы естілді. Жүрегім бірден тарс, тарс. Айнаш, деді ол жай ғана. Мен бұрылмай: Иә, дедім. Жалғыз қалдық, деді ол. Ішімнен: Соған өзінде қуанып отырмын ба, қорқып отырмын ба? Түсінбей қалдым. Ал ішкі дауысы: Айнаш, тыныш отыр, артық қадам жасама, деп сыбырлады. Бірақ ішімнен күліп: Қойшы, жай ғана сөйлесеміз ғой, дедім. Сол сәтте ол маған жақындай бастады. Ал мен орнымнан тұрайын десем, тұрмай қалдым. Неге үндемей қалдың? Деді Талғат. Жай ойланып қалдым, деді Айнаш. Талғат жақындады. Сен менен қашып жүрсің, деді. Айнаш жеңіл күліп: Қайда қашам? Үйдің ішінде ме? Байқап жүрмін, деді ол. Сен тым көп байқап жүрсің, деді Айнаш. Бір сәт тыныштық. Мен тек сөйлескім келеді, деді Талғат. Сөйлесіп жатырмыз ғой, деді Айнаш. Ол тағы бір қадам жақындады. Айнаш бір қадам шегінді. Жақындама, әйтпесе шынымен қашып кетем, деді ол жеңіл ғана. Сол кезде есік қағылды. Айнаш, ашшы, деген дауыс шықты. Анар келді, деді Айнаш бірден. Есікке барып ашты. Ой, тез келдің ғой, деді. Иә, бәрін бітіріп келдім, деді Анар. Сағындың бар ма? деді ол күліп. Иә,
Үй тым-тыныш болып кетті, деді Айнаш, Анар күліп ас үйге кірді. Қараңдаршы, не әкелдім, деді. Айнаш бірден қасына барды. Маған бер, көмектесейін, деді. Мынаны ұстап тұршы, деді Анар. Ұстап тұрмын, деді Айнаш. Талғат та келді. Үшеуі ас үйде. Әңгіме, күлкі, бәрі қалыпты сияқты. Бірақ Айнаш пен Талғат бір-біріне тура қарамайды. Тек көз қиығымен ғана. Анар байқамайды. Бір кезде Анар тоқтап, Айнаш, мен көрші ауылға апаға барып халін сұрап келуім керек, деді. Айнаш бірден, қазір ме? Деді. Иә, көп болмаймын, тез барып, тез келем, деді Анар. Айнаш қысқа ғана. Жарайды, деді. Талғат үндемеді, бірақ жымиып қойды. Айнаш оны байқап қалды. Не? Деді. Ештеңе, деді ол. Сенің ештеңең біртүрлі болып тұр, деді Айнаш, жеңіл күліп. Анар сыртқа жинала бастады. Мен тез келем, деді. Жарайды, деді Айнаш. Есік жабылды. Үй іші тағы да тыныш. Айнаш бірден басқа жаққа қарай жүрді. Мен шай қойып келейін, деді. Жарайды, деді Талғат. Бірақ оның даусы тағы да баяу. Айнаш ас үйге кірді. Талғат та артынан келді. Екеуі қайтадан жалғыз. Айнаш бұрылмай. Шай ішесің бе? Деді. Шем, деді ол. Сәл кідіріп. Сенмен бірге болса, деді. Айнаш күліп жіберді. Ей, сен бүгін сөйлеп кетіпсің ғой. Бірақ ол тоқтамады. Айнаш, деді ол. Айнаш баяу бұрылды. Сол сәтте екеуінің арасы тағы да жақын болып қалды. Айнаш бірден шегінгісі келді. Бірақ тағы да сәл кідіріп қалды. Не болды? Деді ол жеңіл ғана. Талғат жай ғана қарап тұр, жымиып. Бірақ бұл жолы оның көзқарасы бұрынғыдан да анық еді. Үй іші тыныш. Айнаш пен Талғат ас үйде қатар отыр. Екеуінің алдында шай. Айнаш ақырын ғана кесесін ұстап отыр. Талғат бір ұрттап, жақсы шай екен, деді. Әдеттегі шай ғой, деді Айнаш. Бүгін әдеттегіден жақсы сияқты, деді ол. Айнаш, шайды емес, жағдайды айттырған шығарсың, деді. Мүмкін, деді Талғат. Сыртта жел күшейді. Терезе сықырлап кетті. Кенет күн күркірді. Айнаш сәл селк етті. Ойбай, деді. Қорқасың ба? Деді Талғат. Жоқ, жай дыбысы қатты екен, деді Айнаш. Жаңбыр құйып кетті. Екеуі бір сәтке үнсіз отырды. Тек жаңбыр дыбысы. Сәлден кейін жарық жыпылықтады. Айнаш бірден, тек өшпесе болды, деді. Жып, жарық өшіп қалды. Міне, енді толық, деді Айнаш күліп қараңғы. Тек найзағай жарығы. Айнаш орнынан тұрды. Мен сыртқа шығып келейін, деді. Қазір ме? Деді Талғат. Иә, үйде отырып тұншығып кеттім, деді Айнаш. Ол аулаға жалғыз шықты. Ауа салқын. Жаңбыр сәл басылған. Ой, таза ауа, деді өзі жай ғана. Сол кезде артынан есік ашылды. Талғат шықты. Жалғыз тұрсың ба? Деді. Енді жоқ, деді Айнаш. Қараңғыда жалғыз тұрма, деді ол. Жарықта да жалғыз тұрмайтын сияқтымын, деді Айнаш найзағай жарқ етті. Сол жарықта екеуінің арасы жақын екенін байқады. Айнаш сәл шегінді. Аулада да дистанция бар, деді. Жел қатты, деді Талғат. Тағы себеп, деді Айнаш күліп. Сол кезде көше жақтан біреу өтіп бара жатты. Найзағай тағы жарқ етті. Забира апа, ол тоқтап қалды. Екеуіне қарап тұр. Айнаш бірден сыбырлап, ойбай, біреу көрді, деді. Көрді, деді Талғат. Забира апа біраз қарап тұрды. Талғатты бірден таныды. Бірақ Айнашты қараңғыда анық көрмеді. Сосын жай ғана жүріп кетті. Айнаш терең дем алды. Жақсы, енді тыныш ұйықтамаймыз, деді. Әлі ерте қорқып жатырсың, деді Талғат. Сенің әлі ертең бар дегенің ұнамайды, деді Айнаш. Бірақ көңілі тыныш емес. Себебі оларды біреу көрді. Ал ертең не болатынын ешкім білмейді. Айнаш бірден, мен кірдім, деді де тез үйге қарай жүріп кетті. Ауладан асығып өтті. Есікті ашып, ішке кірді. Тура бөлмесіне барып, есікті ішінен жауып алды. Арқасын есікке тіреп, терең дем алды. Болды, көріп қойды, деді сыбырлап, жүрегі әлі дүрсілдеп тұр.
Сәл тұрды да төсекке барып жата кетті. Көрпені үстіне тартып, ештеңе болмағанда ұйықтаймын, сол дұрыс, деді. Бірақ көзін жұмса да ойы тынышталмады. Әйтеуір шаршағаны басып ұйықтап кетті. Таң. Айнаш, мен келдім, деген дауыс шықты. Айнаш бірден оянып кетті. Келдің бе? Деді ұйқылы ояу. Иә, ерте қайттым, деді Анар. Айнаш орнынан тұрып, шашын түзеп, жақсы болған екен, деді. Ішінен, өте жақсы, жалғыз емеспін. Анар ас үйден дауыстады. Айнаш, бүгін бақшаны тазалайық, шөбін жұлайық, кешегі жаңбырдан өсіп кетіпті, деді. Ой, жұмыс басталып кетіпті ғой, деді Айнаш. Иә, бүгін демалыс жоқ, деді Анар. Жарайды, барайық, еңбек күні, деді Айнаш күліп. Екеуі аулада, бірі шөп жұлып, бірі жинап жүр. Мына жақтан баста, деді Анар. Жарайды, мен осы жақты тазалық зона қылайын, деді Айнаш. Сен бүгін тым көңілдісің, деді Анар. Жұмыс істеп жатқан адам бақытты болады, деді Айнаш. Сен бе? Деді Анар. Иә, бүгін өзгеріп кеттім, деді Айнаш. Бірақ күліп тұрғанмен ойы басқа жақта. Кеше түн қайта-қайта есіне түседі. Сәлден кейін екеуі магазинге қарай шықты. Жолда жай әңгіме. Айнаш өзін қалыпты ұстауға тырысады. Ішінен мүмкін ешкім байқамаған шығар. Сол кезде алдынан Забира апа шықты. Айнаш бірден болды, енді айтады. Анар, қайда бара жатырсыңдар, деді апа. Магазинге, деді Анар. Жақсы, деді апа. Сосын жақындап, кеше түнде сендерден үй жақтан өттім, деді. Айнаштың жүрегі бірден тарс. Иә, деді Анар. Найзағай қатты болды ғой, деді апа. Иә, деді Анар. Сол кезде Талғатты көрдім, деді апа. Айнаш бірден басқа жаққа қарап кетті. Албада тұр екен, деді апа. Қасында біреу бар сияқты болды, деді. Айнаш ішінен, Танаш, білдірме. Кім? Деді Анар. Білмедім, қараңғы болды, деді апа. Көршілер шығар, деді Анар. Мүмкін, деді апа. Сосын, бірақ Талғат екен анық, деді. Айнаш, қараңғыда да таныдыңыз ба? Оны танымай қалу қиын ғой, деді апа. Дұрыс айтасыз, деді Айнаш. Ішінен, маған қарамағаныңызға рахмет. Жарайды, бара беріңдер, деді апа. Жақсы, деді Анар. Екеуі ары қарай жүрді. Сосын Анар, қызық екен, деді. Не, деді Айнаш. Талғат түнде аулада не істеп жүр, деді. Айнаш, жаңбыр қарап тұрған шығар, деді. Түнде ме? Деді Анар. Иә, романтика ғой, деді Айнаш. Анар, иә, көрші болар, деді. Ал Айнаш, бұл әлі бастамасы ғана сияқты. Айнаш пен Анар магазиннен қайтып келді. Қолдарында пакеттер. Ой, бүгін көп алыппыз ғой, деді Анар. Сен бастадың ғой, деді Айнаш. Мен бе? Деді Анар күліп. Иә, мынаны да алайық, ананы да алайық деп, деді Айнаш. Жарайды, үй бос тұрмасын, деді Анар. Екеуі үйге кірді. Пакеттерді столға қойды. Айнаш бірден бәрін реттей бастады. Сол кезде есік ашылды. Талғат кіріп келді. Келдіңдер ме? Деді. Иә, деді Анар. Айнаш үндемей пакеттерді орналастырып жатыр. Талғат ештеңе демеді. Тек көзі Айнашта. Айнаш оны байқап қалды. Бірден басқа жаққа бұрылды. Мен су алып келейін, деді. Мен де, деді Талғат. Сеніңге суың көбейіп кетті ғой, деді Айнаш жеңіл күліп. Себебі бар, деді ол. Қандай? Деді Айнаш. Кейін айтам, деді Талғат. Жоқ, сенің киінің ұнамайды, деді Айнаш. Анар сырттан. Екеуің тағы не күліп тұрсыңдар? Деді. Ештеңе, деді екеуі бірдей. Жақсы, ештеңе болса болды, деді Анар. Кеш. Анар көршіге шығып кетті. Мен тез барып келем, деді. Жарайды, деді Айнаш. Есік жабылды. Айнаш бірден диванға отырды. Жақсы, тыныштық, деді. Тыныш па? Деген дауыс шықты. Айнаш бірден бұрылды. Талғат, сен қайдан шықтың? Деді. Мен осындамын, деді ол. Сен тыныш отырмайсың ба? Деді Айнаш. Сенімен сөйлесейін деп едім, деді Талғат. Күні бойы сөйлестік қой, деді Айнаш. Ол басқа, деді ол.
Айнаш орнынан тұрды. Мен шай қойып келейін, деді. Мен де барайын, деді Талғат. Жоқ, бүгін өзім, деді Айнаш. Ас үй. Айнаш шайнекті қойып жатыр. Талғат есік жақта тұр. Айнаш, деді ол. Иә, деді ол бұрылмай. Сен менен қашып жүрсің, деді. Айнаш күліп. Жоқ, жай бос емесмін, деді. Мен уақыт табам, деді ол. Сәл тыныштық. Шайнек қайнай бастады. Сол кезде жарық жыпылықтады. Тағы өшейін деді ме жарық, деді Айнаш. Жарық өшпеді, бірақ әлсіз. Талғат тағы жақындады. Айнаш бірден шегінді. Тоқта, тағы да сол ма, деді. Қайсы, деді ол. Сенің жақындай беретін әдетің, деді Айнаш. Жаман ба, деді ол. Қауіпті, деді Айнаш. Сол кезде есік қағылды. Айнаш, ашшы, деді Анар. Айнаш бірден. Құтқарушы келді, деді. Есікке жүгіріп кетті. Ашып жіберді. Тез келдің ғой, деді. Иә, көп отырмадым, деді Анар. Айнаш артына қарады. Талғат жымиып тұр. Не, деді Айнаш. Ештеңе, деді ол. Сенің ештеңең көбейіп кетті, деді Айнаш. Бірақ сол ештеңелер бір күні бәрін өзгертіп жіберетін сияқты еді. Үй іші тыныш. Анар өз бөлмесінде. Айнаш ас үйде жүр. Біресе шкафты ашады, біресе жабады. Жай ғана жүрейін десем, деп өзіне күліп қойды. Сол кезде артынан, жай жүре алмайсың ба? Айнаш бірден бұрылды. Тағы сен бе? Деді. Мен ғой, деді Талғат. Сен бір күні көрінбей қалсаң, мен шоқ болып қалам, деді Айнаш. Ондай болмайды, деді ол. Байқадым, деді Айнаш. Айнаш басқа жаққа бұрылып, қолындағысын реттей бастады. Мен өзім істей салайын, деді. Мен кедергі жасап тұрмын ба? Деді Талғат. Сен қасынан кетпей қойдың, деді Айнаш Талғат жымиып. Сенің қасында жүрген ұнайды, деді. Айнаш тоқтап қалды. Бұрылды. Талғат, қойшы, деді. Неге? Деді ол. Өйткені бұл дұрыс емес, деді Айнаш. Қай жері? Деді ол. Айнаш бірден. Сен менің әпкемнің күйеусің, деді. Сәл тыныштық. Білем, деді Талғат. Онда неге тоқтамайсың, деді Айнаш. Өйткені сен қашасың, деді ол. Айнаш күліп жіберді. Мен қашпаймын, мен өзімнің ісіммен жүрмін, деді. Мен де, деді ол. Жоқ, сен менің артымнан жүрсің, деді Айнаш. Сен солай ойлайсың, деді Талғат. Айнаш басын шайқап, мен ойламаймын, мен көріп тұрмын, деді. Сосын сәл жұмсарып, Талғат, шынымен, тоқтатшы, деді. Тоқтатпаймын, деді ол. Неге? Деді Айнаш. Сені ұнатам, деді Талғат. Айнаш бірден. Жоқ, деді. Бұл жауап емес, деді ол. Бұл ең дұрыс жауап, деді Айнаш. Саған ұнамай ма? Деді Талғат. Маған бұл жағдай ұнамайды, деді Айнаш. Сәл кідіріп, күліп. Өзің де қиын адам екенсің, деді Талғат, тағы жақындай түсті. Айнаш бірден. Тоқта, жақындама, деді. Неге? Деді ол. Сен жақындасаң, мен кетем, деді Айнаш. Онда көрейік, деді Талғат. Айнаш бірден бұрылып. Жарайды, мен кеттім, деді. Мен де, деді ол. Жоқ, сен қал, деді Айнаш, күліп. Сосын тез жүріп кетті. Есікке жеткенде тоқтады. Артқа қарамай. Сен шынымен тоқтамайсың ба? Деді. Жоқ, деді Талғат. Айнаш күліп. Онда мен де шаршамайым, деді. Сосын бөлмесіне кіріп кетті. Есікті жапты. Талғат сол жерде тұр, жымиып. Ал Айнаш бөлмеде. Бұл адам мүлде тыңдамайды екен, деп күліп қойды. Бірақ ішінде біртүрлі сезім қалды. Бұл жай әңгіме емес еді. Айнаш бөлмесіне кірді. Есікті жай ғана жапты. Арқасын есікке тіреп тұрды. Біраз уақыт қозғалған жоқ. Жүрегі қатты соғып тұр. Жетер, деді жай ғана. Төсекке барып отырды. Бетін қолымен жауып, терең дем алды. Бұл жалғаса бермейді. Мен тоқтатуым керек, деді. Орнынан тұрды. Сөмкені шығарып, заттарын жинай бастады. Асықпай, бірақ сенімді. Сол кезде есік сыртынан. Айнаш! Ол тоқтамады.
Кірме, деді жай ғана. Есік ашылмады. Сөйлесейік. Айнаш орнынан тұрды. Есікке жақындады, бірақ ашпады. Айтатын нәрсеңді айттым, деді. Жоқ, деді Талғат. Жоқ, бәрі айтылды, деді Айнаш. Мен сені жақсы көрем, деді ол. Айнаш бір сәт көзін жұмды. Сосын даусы өзгерді. Тыңда, деді. Талғат үндемеді. Маған бұл сенің махаббатың, маған қараған көз қарасын, мені ұнататын керек емес, деді Айнаш. Неге, деді ол. Айнаш бірден, өйткені сен менің әпкемнің күйеусің. Сәл кідіріп, сен оған қара, ол сенің қасында жүр, сен соны ойла. Талғат үндемеді. Айнаш жалғастырды. Мен емес. Бұл сен істеп жүргенің дұрыс емес. Бұл әпкеме деген сатқындық, деді. Талғат, мен сені ұнатамын, бұрыннан бері, деді. Айнаш басын шайқап, онда мен кетем, деді. Талғат бірден, қайда, деді. Өз үйіме, үйімді сағындым, деді Айнаш. Мен үшін бе, деді ол. Иә, сен үшін, сен маған маза бермедің, деді Айнаш. Сәл кідіріп, және өзім үшін, деді. Сосын ақырын, бұл жерден кету керек, деді. Талғат үндемеді. Айнаш есіктен алыстап, бұл әңгімені осы жерде қалдырайық болды, деді. Таң, аула. Анар таңғалып, Айнаш, не болды? Ерте кетесің бе? Айнаш жеңіл күліп, иә, қалаға қайтайын дедім. Неге? Үйімді сағындым, деп жымиып қойды. Жақсы, тағы кел, көреміз. Талғат сыртта тұр, үндемейді. Айнаш оған қарады. Соңғы рет. Анарға қара, деді жай ғана. Сосын бұрылды, жолға шықты. Бұл жолы ол қашып бара жатқан жоқ. Өзі шешім қабылдап бара жатыр. Ал ішінде бір түрлі жеңілдік пайда болды.